Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін Шыңғыс хан қай тілде сөйлеген деген тақырыпта әңгіме жүргізетін боламыз. Шыңғыс хан түркі қадымша тілінде сөйлеген деп бұлтартпай айтуға болады. Ал түркі қадымша тілі дегені қазақтың ата-бабалары сөйлеген тіл. Ол тіл Қазан төңкерісіне дейінгі дәуірде қадымша деген атаумен белгілі болған тіл. Яғни жалайырлар, қияттар, қаңлылар, керейлер, қоңыраттар, наймандар, қыпшақтар және басқа да қазақ халықтарының құрамындағы ру тайпалардың Шыңғыс хан дәуірінде сөйлеген тілі болып табылады. Ол дәуірде Ертіс өзенінен Еділ өзеніне дейінгі және Сібірден Жейхун, Амудария өзеніне дейінгі аралықтағы халықтардың барлығы, әсіресе қазіргі Қазақстан Республикасының аумағындағы халықтардың барлығы бір тілде сөйлеген. Бұған түркі халықтарының тілдерін мұқият зерттеген Мұхаммед Қашқаридың жазып қалдырған мына бір дерегі дәлел бола алады. Ол Диван Лұғати ат-Түрк аталмыш кітабының бірінші томының түркі тілдерінің баяны туралы сөз деген тақырыбында өз дәуіріндегі шығыстан батысқа, солтүстіктен оңтүстікке дейінгі аралықта өмір сүрген түркі халықтарының тілдерінің ерекшеліктері жайлы баяндай келе, қазіргі Қазақстан аумағында өмір сүрген халықтардың тілі жайлы былай деген: тілдердің жеңілі оғыздардікі, ең дұрысы тазасы яғмалар мен тұқсылардікі, және Іле жазығында, Ертіс жазығында, Ямар жазығында және Еділ жазығынан Ұйғыр еліне дейінгі аралықтағылардікі. Осы аралықта өмір сүретіндердің тілдері және оның ең көркемі қағандық патшалардың, сондай-ақ олармен бірге тығыз араласып өмір сүретіндердің жалайыр, керей, наймандардың тілі. Ал баласағұндықтар соғдыша және түркіше аралас сөйлейді. Сол сияқты Тараз халқы да соғдыша және түркіше аралас сөйлейді. Байза қаласының халқы да солай соғдыша және түркіше аралас сөйлейді. Сондай-ақ Іспежаптан Баласағұнға дейінгі аралықтағы Арғу елді мекендерінің тұрғындарының барлығының сөздерінде кемшіліктер бар. Түркі тіліне соғдыша сөздер аралас. Енді осы айтылғандарды екшеп пайымдап қарайтын болсақ, Махмұд Қашқари өмір сүрген дәуірде жалпы түркі халықтарының арасында ең дұрыс таза тілмен сөйлеген халықтар қазіргі Қазақстан аумағында өмір сүргендігі мәлім болады. Ал түркінің көркем тілімен сөйлеген қағандық патшалар, яғни Шыңғыс ханның ата-бабалары жайлы айтар болсақ, олардың қазіргі Шығыс Қазақстан облысының аумағындағы Ертіс өзені мен Алтай тауларының аралығындағы баяғыда Қарақорым деп аталған аймақта өмір сүрген қият рулар жатады. Бұл туралы Жамиғат Таварих кітабында келтірілген тарихи деректерден білуге болады. Ал олармен бірге тығыз араласып өмір сүргендер дегендегі рулар ең алдымен жалайырлар, одан соң керейлер, одан кейін наймандар, қоңыраттар, қораластар, меркіттер, тағы да басқа рулар екендігі туралы аталған кітапта көптеген нақты деректер келтірілген. Кейбіреулер түркі қадымша тілі туралы мардымды мәліметке ие болмағандықтан, қадымша ескі білім беру үрдісі, жәдиттік жаңа бағыттағы білім беру үрдісі деп түсінеді. Ал негізі расында олай емес. Себебі жәдиттік білім берудің жаңа бағыттағы үрдісі, ал қадымша түркі шағатай тілі қалыптасқанға дейінгі түркі тілі болып табылады. Негізінде түркі қадымша сөздеріне тасқа қашалған Орхон жазуларындағы сөздер, Махмұд Қашқаридің Диван Лұғати ат-Түрк түркі сөздерінің жинағы атты еңбегіндегі сөздер және Рашид ад-Диннің Жамиғат Таварих кітабында келген кейбір түркі қадымша сөздері және Абылғази Бахадур ханның Шажара-и-Турки түркі шежіресі атты еңбегінде келген кейбір сөздер және солар сияқты тағы да басқа деректерде келген сөздерді жатқызуға болады. Басқаша айтқанда, түркі қадымша сөздері деп түркі шағатай тілі қалыптасуынан бұрынғы, яғни Махмұд Қашқари мен Шыңғыс хан өмір сүрген дәуірлерде қолданымда болған сөздерге айтылады. Ол қазіргі Қазақстан аумағында өмір сүрген халықтың тіліне тән сөздер еді. Түркі қадымша деген термин 1917 жылғы Қазан төңкерісіне дейін белгілі болған. Ол туралы қазақтың атақты ғұламасы Мәшһүр Жүсіптің қазақ баласы оқыдым тоқыдым десе де, Бегасыл әзірет болама деген Бегасыл Биболатұлы туралы жазып қалдырған естелігінен де көруге болады. Онда Мәшһүр Жүсіп жеті жұрттың қамын жеп, жеті ұлттың тілімен өрілген дүниеде не жоқ дейсің? Арабтың да, түріктің де, парыстың да тілін ұғып, сөз маржаны түзілген дүние. Қадымшасы шамалы шағатай тіліне қағазға жазылған бір ғалым қолжазба деген. Міне әйгілі ғұламаның сөзінен анық белгілі болғаны, қадымша дегенде шағатай тілі қалыптасқанға дейін дәуірде өмір сүрген ата-бабаларымыздың тілін түсінеміз. Бұл қадымшаның сөздері араб және парсы тілінің сөздерімен араласып шағатай тілін қалыптастырған. Сөйтіп қадымша дегеніміз шағатай тілінен бұрынғы көне тіл деген мағынада қолданылған. Ал шағатай тілі Шыңғыс хан Хорезмшахты жеңгеннен кейінгі дәуірде
солтүстік жақтан келген түркі қадымша тілінде сөйлеген түркілер мен оңтүстік өңірлердегі тілдеріне араб, парсы сөздері араласып қалыптасқан түркілердің тілі араласқан және ислам діні мен араб әліпбиі кең тарағаннан кейінгі дәуірдегі ата-бабаларымыздың тілі болып табылады және түркі шағатай тілі деп аталады. Бұл шағатай тілі туралы қосымша түсініктеме осы кітабымыздың Ахмет Яссауи мұнарасының мұрагері кім деген тақырыбында берілді. Енді осы айтылғандарды жалпы қорытындылайтын болсақ, Шыңғыс ханның дәуірінде қазақ деген ұлт атауы болмағанымен, аталған қадымша тілі болған. Ол өз кезегінде шағатай тілінің түбірі болатын. Ал шағатай тілі біздің қазіргі қазақ тілінің түбірі болып табылады. Яғни әкесі мен баласының аттары басқа-басқа болғанымен, екеуінің де тегі де, түбірі де бір. Екеуі де бір тілде сөйлейді. Және ол екеуінің қаны да ұлты да бір болады. Сондықтан Шыңғыс ханды да қазақ тілінен бөле жарып қарауға болмайды. Жоғарыдағы деректерде айтылғандай, 13 жасында жетім қалған Теміршің өзімен құрдас болған Жалайыр руынан шыққан Бұқыршыңмен бірінші кездесуінде ақ ешбір тілмәшсіз, ешбір тәржімәші-сыз әрі ешқандай кедергісіз екеуі бір тілде емін-еркін сөйлесіп достасып кетті. Және ол екеуінің достығы өмірлерінің соңына дейін айырылмады. Бұған қоса Шыңғыс ханның Бұқыршыңға айтқан «Сендердің тамған менің де тамған болады» деген сөзін зерделеп қарайтын болсақ, оның Жалайыр руына қандай да бір қатысы бар екенін аңғаруға болады. Ал бұл жағдай Шыңғыс ханды қазақ ұлтынан да бөле жара қарауға болмайтынын көрсетеді.